Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2015 жылы шыққан Hitman, Агент 47 фильмінің сюжетін талдаймыз. Қырғи қабақ соғыс жылдарында генетик Петр Литвенко сезімнен жұрдай, бірақ өте жоғары интеллектке ие және физикалық деректері бойынша қарапайым адамдардан әлдеқайда үстем түсетін суперсарбаздарды жасау формуласын ойлап табады. Бұл әзірлеме агент жобасы деп аталды. Оның басты мақсаты қажетсіз адамдардың көзін жою туралы келісімшарттарды орындау үшін әлемнің түкпір-түкпіріне жедел қызметкерлерді жіберу еді. Өзінің тас жүрек, жансыз қаншерлерді дүниеге әкелгенін түсінген Литвенко отбасымен бірге КСРО-дан қашуға әрекеттенеді. Бірақ қуғын кезінде оның әйелі қаза тауып, ал қызы Катяны тағдырдың тәлкегіне тастап, белгісіз бір жерге жасырып үлгереді. Ғалым жоғалып кеткеннен кейін, көптеген елдер мен ұйымдар Петрдің бұл экспериментін қайтадан жасап шығуға тырысты, бірақ бәрі бекер болды. Ақыр соңында International Syndicate деп аталатын алпауыт коммерциялық құрылым тәжірибелі аңшының көмегімен Литвенконың өзін және оның қызын табуды ұйғарады. Ұзақ ізденістен кейін, ол ақыры Катяның қайда екенін анықтайды. Алайда дәл осы сәтте синдикаттың базасына шабуыл жасалады. Ғалымдар күзетшілермен вместе эвакуацияланады, бірақ қарсыластар үш көліктің екеуін жарып жібереді. Дель Риаго бас сауғалайтын жерге жеткенімен, көп ұзамай оның қасындағы серіктерінің барлығын атып тастайды. Мұның бәрін жалғыз адам, агент 47 жасаған еді. Агент жобаны қайта жаңғырту жұмыстарын тоқтатуды бұйырып, Дель Риагоны Катяның Берлинде екенін мойындауға мәжбүр етеді. Агент 47 кетіп бара жатқанда, Дель Риаго қаруға ұмтылады, бірақ агент жарылғыш құрылғыны іске қосып жібереді. Артынша пайда болған сарбаздарды да атып тастайды. Синдикаттың басшысы Антуан Леклерк Дель Риагоның өлімі туралы біліп, Катяны іздеуге өз содырларын шұғыл түрде аттандырады. Дәл осы уақытта Катя да Петрді іздеп жүрген еді. Ол оны көмескі түрде ғана есіне түсіреді. Тіпті оның өз әкесі екенін де толық сезінбейді. Бойжеткен жаңа деректер іздеп, үнемі бір жерден екінші жерге көшіп отырады. Тек жалған төлқұжатты пайдаланады және ұрланған ақшаға арзан түнгі баспаналарда тұрады. Катяның барлық түйсік сезімдері өте қатты дамыған, ал интеллектісі компьютерден де қуатты. Ал агент 47 Берлинге ұшып келіп, полицияның мәліметтер базасы арқылы Катяны тауып алады. Агентке оның халықаралық келісімшарт агенттігіндегі үйлестірушісі Диана қоңырау шалып, Катяны синдикат содырлары да іздеп жатқанын айтады. Ол жігітке өз мақсатындағы екі нысанның да көзін жою үшін 2 тәулік уақыт береді. Катяның сезімтал түйсігі агент 47-ның жақындап қалғанын сездіреді. Ол әдеттегідей дәрі-дәрмегін ішуді ұмытпай, киллер пайда болғанға дейін бірнеше минут бұрын кетіп үлгереді. Пәтерді және қабырғадағы картаны мұқият тексерген агент бойжеткеннің метроға қарай бет алғанын түсінеді. Осы уақытта метрода жүрген Катяға синдикаттың содыры Джон Смит жақындап, оны өте қауіпті киллерден қорғағысы келетінін айтады. Кенеттен агент 47 пайда болып, екеуіне қарата оқ жаудыра бастайды. Катя қаша жөнеледі, ал Джон өте күшті агентпен шайқасқа түсіп, жеңіліске шаққалады. Алайда дәл уақытында келген пойыз оған Катямен бірге қашып құтылуға мүмкіндік береді. Екеуі жақын маңдағы ақш елшілігіне қарай асығады. Елшіліктің жанында Джон ауаға оқ атып, соның салдарынан оларды бірден тұтқындайды. Катя орталық барлау басқармасының СРУ тергеушісі Сандерске өздерінен соңынан тағы да киллер қуып жүргенін хабарлайды. Оның жақындағанын сезген агент 47 ешбір күмәнсіз, өзінің барлық қару-жарағымен елшілікке кіріп, өзін тұтқындауға мүмкіндік береді. Сандерстің тергеуі кезінде агент Катяның көзін жойғалы жатқанын жайбарақат жеткізеді. Сондай-ақ егер тергеуші үйіне, бала-шағасына аман-есен оралғысы келсе, оны жібере салуға кеңес береді. Бұған Сандерстің қаны қайнап, агентті оның өз мылтығымен қорқытады. Бірақ агент 47 қаруды дәл кісеннің шынжырына қарата атылуға мәжбүр етеді. Кісеннен босаған агент күзетшілерді сұлатып түсіреді, бірақ оларды тірі қалдыруды жөн көреді. Осы аласапыран сәтте Джон мен Катя елшіліктен қашып шығады. Алайда агент 47 бойжеткенге тыңшылық құрылғыны тағып үлгереді. Одан кейін әскери қызметкердің киімін киіп алып, өзі де жайбарақат шығып кетеді. Жолда Джон Катяға Литвенконың эксперименттері туралы айтып, Петрдің оның туған әкесі екенін мойындайды. Осы сәтте агент 47 снайперлік мылтықпен көлікке оқ жаудырады, бірақ Катяның қолын ғана сәл жаралайды. Джон серігін қонақ үйге алып келіп, Петрдің тәжірибелер жасап, өз қызына ерекше қабілеттер сыйлағанын айтады. Джон генетиктің 3-ші дәрежелі өкпе рагына шалдыққанын, соның кесірінен әуе жолымен мүлдем ұша алмайтынын қосады. Ал оның орхидея гүлдеріне деген құштарлығы оны Шығыс Азияның бір жерінде ұстап отыр. Катя әкесінің Сингапурде тығылып жүргенін тез арада түсінеді. Дәл сол жерде синдикаттың штаб пәтері де орналасқан еді.
Бірақ бойжеткен бұл тұжырыммен серігімен бөлісіп үлгермейді, өйткені бөлмеге 47 басып кіреді. Ол Джонды атып тастап, Катяны ақырын ғана есінен тандырады. Содан соң қызды үлкен қапқа салып, өзімен бірге алып кетеді. Белгісіз бір себеппен агент тұтқынды өлтірмейді. Оның орнына оған өз әкесін табуы керек екенін, және олар үшін ең басты қауіп синдикат екенін айтады. Бойжеткен киллерге сенбейді. Сонда агент олардың бала кезден таныс екенін алға тартады. Осыдан кейін қыздың жадында көліктің терезесінен өздерінің соңынан келе жатқан сарбаздарды тоқтатуға тырысқан кішкентай тақырбас баланы көргені туралы естеліктер пайда болады. Сондай-ақ ол әкесінің оны тастап кеткен сәтінде есіне түсіреді. 47 Катяны орындыққа байлап, оның артындағы ұшақ турбинасын іске қосады да, аман қалу үшін өз түйсігін пайдалануды бұйырады. Қандай да бір ғажайыппен бойжеткен мұны орындай алады. Сонда агент оған шындықты айтады. Оның шын мәнінде агент 90 екенін және өзінен әлдеқайда күшті екенін, бірақ бойжеткен өз қабілеттерін бұл туралы білмей, дәрі-дәрмектермен басып келгенін түсіндіреді. Дәл осы уақытта синдикат содырлары пайда болады. Катя өзінің супер түйсігі арқылы агентке оларды табуға және көзін жоюға көмектеседі. Таңғажайып бойжеткен қарсыластардың әрбір қадамын алдын ала болжайды. Артынша бірден Джон пайда болып, еш кідіріссіз агент 47-мен шайқасқа түседі. Агент қарсыласының кеудесіне пышақ сұғады, бірақ оның жүзі дәл сол сәтте сынып кетеді. Джон агентті өлтірмекші болғанда, дәл осы сәтте Катя оның артындағы әйнекті атып жібереді. Ұшақ турбинасы өзіне бірнеше содырмен айналадағы қоқыстарды тартып алып, артынша жарылады. Джон ес-түссіз құлайды, ал 47 мен Катя қашып құтылады. Агент серігіне Джонның тері астындағы титаннан жасалған бронның арқасында әлі де тірі екенін айтады. Катя әкесінің Сингапурде екенін айтады. Мұның бәрін агенттіктің бақылаушылары естіп, ақпаратты бірден жоғарыға жеткізеді. Олар бұл жұптың соңынан тағы бір агентті аттандырады. Сингапурге ұшып келген екеуі синдикаттың қолы жететін бейне бақылау камераларына түсіп қалмауға тырысып, қонақ үйге бет алады. Қонақ үй бөлмесінде бойжеткен серігінің желкесіндегі штрих-код түріндегі татуировкаға назар аударады. Катя өзінің әкесі рак ауруымен ауыратынын және ингалятор қолданатынын айтады. 47 диванда отырған күйі, қаруларын қасына қойып ұйықтап кетеді. Ал Катя бассейнде жүзеді. Содан кейін ұйықтап жатқан серігінің пистолеттерін алып, тынышталу үшін оларды бөлшектеп, тазалай бастайды. Көп ұзамай қонақ үй бөлмесіне синдикат содырлары басып кіреді. Бірақ шыныққан агент олардың көзін жалаң қолмен ақ жояды. Ал Катя өзін әуежайдағы камералардың бірі түсіріп алғанын түсінеді. Лифтінің ішінде 47 өзінің бүктемелі пышағын демікпесі бар кішкентай баланың ингаляторына айырбастап алады. Ботаникалық бақта Катя өз әкесін табады. Қарт адам жасаған барлық ісі үшін кешірім сұрап, ұзақ жылдар бойы әйелі екеуі бала сүйе алмағандарын айтады. Сол себепті ол гендік инженерияны қолданып, ең үздіктің үздігі болған агент 90-ды дүниеге әкелген екен. Шындықтың беті ашылғанда ғалымдар Катюды өмір бойы зертханаға қамап тастайтынын түсініп, ол қашуға әрекеттенген. Бірақ сол кезде әйелі қаза тауып, ал өзі болса. Сол кезде ол қызы, жалғыз қалса, аман қалу мүмкіндігі көбірек болады деп шешкен екен. Агентті көрген ғалым ажалым жетті деп ойлайды, бірақ оның орнына 47 пайда болған синдикат содырларын атып тастайды. Үшеуі көлікке отырып, Катяның түйсігін пайдалана отырып қуғыннан құтылмақ болады. Содырлар оларды көлік тұрағының ең жоғарғы қабатына тықсырады. Ол жерде 47 көтеріліп келе жатқан бағаналардың арасынан өтіп үлгереді, ал Джон оларға барып бірақ соғылады. 47 синдикатты тоқтатудың жалғыз жолы оның басшысын өлтіру екенін түсіндіреді. Алайда Леклерк өзінің аса мықты қорғалған кеңсесінен дерлік шықпайды. Ол жерге кірмек болған әрекеттердің кесірінен осыған дейін 14 агент қаза тапқан еді. Екеуі мінген көлікті қиылысқа қамап, ұштарында гарпундары бар бірнеше арқанның көмегімен бұғаттап тастайды. 47 лезде пайда болған содырлардың барлығын атып тастайды. Алайда олардың біреуі Литвенканың аяғынан атып үлгереді. Катя әкесін көтермек болады. Бірақ агент ғалымның қалтасына жаңағы кішкентай баланың ингаляторын салып жібереді де, бойжеткенді өзімен бірге ала кетеді. Катя айғайлап әкесіне қайтып барғысы келеді, бірақ агент оны іліп алып, өзімен бірге алып кетеді. Джон Литвенкадан агенттерді жасап шығару туралы жауап алады. Алайда ғалым өзінің туындысының басты артықшылығы интеллект екенін, ал Джон өзінің импланттармен жай ғана құбыжық әрі сәтсіз эксперимент екенін айтады. Ашуға мінген содыр ғалымға жабайы ауырсыну әкелетін сары суды қолданады, бірақ пайда болған Леклерк қоластындағы адамын тоқтатады. Дәл осы сәтте бастықпен интерком арқылы күтпеген жерден 47 байланысқа шығады. Ол Литвенкаға айырбас ретінде Катяны беруге дайын екенін айтады. Өйткені суперсарбаздарды жасауға қажеттінің бәрі дәл осы қыздың дыңғысында бар болып шығады. Кенеттен сырттан басқарылатын тікұшақ пайда болады. Оның ішінде байлаулы Катя бар еді.
Бойжеткен есін жиып, байлауынан босап шығады да, Джоннан немесе Леклерктен құтылу үмітімен тікұшақты тура синдикаттың штаб пәтеріне қарай бағыттайды. Мұның бәрі 47-нің жоспары болатын. Агент Катяның есін жиып, тікұшақты ғимаратқа бағыттайтынын білген еді. Ал бұл уақытта ол өзі алдын ала ойластырып шақырған өрт сөндірушілер тобының киімін киіп алып, ішке кіріп кетеді. 47 Леклеркті тауып алып, оған оқ атады, бірақ Джон оқты қолымен тоқтатып қалады. Агент Содермен төбелесіп жатқанда, Леклерк Литвенконы қармай сала, өзінің тікұшағына қарай қашады. Джон ұрып қабырғаны тесіп жібереді. Сол кезде 47 оның мойнына пианиноның ішегін орап, жалаңаш тоқсымына басып, жауын тірлей қуырып жібереді. Агент пен Катя жолдарында кездескен содырлардың барлығын өлтіреді. Ал 47 ұшып келе жатқан оқтан бойжеткенді өз денесімен қалқалап қалады. Дегенмен Леклерк Литвенкомен бірге тікұшаққа отырып үлгереді. Петр агент берген ингаляторға қарап, оның граната екенін түсінеді. Петр Литвенко өз балалар үшін өзін құрбан етіп, Леклеркпен бірге жарылып кетеді. 47 Дианамен байланысқа шығып, өзінің бастапқы келісімшарты бойынша нысан Леклерктің өлгенін айтады. Бірақ екінші нысан туралы сұраққа жауап бермей, телефонды лақтыра салады. 47 төбе шашы тік тұрған қызға, ракпен ауыратын әкесінің өзін құрбан етуге бел буғанын түсіндіреді. Ал екінші нысан Катяның өзі болатын, себебі ол агенттің жалғыз отбасы еді. Бойжеткен өздеріне жау жақындап келе жатқанын сезеді. Бірнеше сәттен кейін лифт есіктері ашылып, агент 48 пайда болады. Бұл 47-нің клоны еді. Ол Дианадан сәлем деген сөздермен қаруын 47 мен Катяға қарай кезейді, бірақ олар бірінші болып оқ атады. Хитмен, агент 47 киносы сізге ұнады ма? Пікір қалдырып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.